Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен түскі асқа арналған оңай және тойымды тағам түрін дайындаймыз. Грамм тартылған етке 3 дана туралған пияз, 2 дана жұмыртқа салып, дәміне қарай тұз және бұрыш саламыз. 1 ас қасық жарма, яғни манка саламыз. Қолдың көмегімен жақсылап барлығы біріккенше араластырып аламыз. Үстіне тағы да 3-4 ас қасық ұн салып, оны да жақсылап араластырамыз. Массаңыз қою секілді болып көрінсе, тағы да 2-3 жұмыртқа қосуға болады. Біркелкі масса болған соң, осылай қолмен ұрғылай отырып, өзіңізге қалаған формада котлеттер жасап аласыз. Аздаған май қойып, котлеттің екі бетінен қызартып, орташа отта қуырып аламыз. Котлеттердің бұлмай пісуі шарт емес, екі жағынан қызартып қуырылса болды. Бөлек ыдысқа 2 дана пиязды және үкіштен өткізілген сәбізді екеуін жақсылап біріктіріп 4-5 минут көлемінде қуырамыз. Екеуі қуырылған соң 1 стакан су құйып, дәміне қарай тұз саламыз. Масса қайнаған соң бетіне жаңағы қуырылған котлеттеріміздің барлығын толықтай салып шығамыз. Жауып, астын баяу отқа қойып қоямыз. Ыдысқа 2 ас қасық май қойып, май қызыған соң қарақұмық, яғни гречканы саламыз. Оның үстінен күрішті салып, екеуін 5-6 минут көлемінде тоқтатпай әдемі етіп қуырамыз. Осылай барлығын қуырып алдық. Енді жаңағы котлеттің үстіне барлығын толықтай салып, котлеттің үстін толықтай жауып тұру керек. Басып барлығын жайғастырып аламыз. Сонан соң күріштің бетін жауып тұратындай су алып, 1 ас қасық томат қосып, осының үстіне құйып шығамыз. Күріштің бетінен 2 сантиметрдей жоғары шығып тұрған дұрыс, сонда күріш толықтай піседі. Баяу отқа 25-30 минутқа қоямыз. Біздің тез әрі тойымды тағамымыз осымен дайын. Тағамның дәмі ерекше болып шығады. Бір рет жасап көрсеңіздер, міндетті түрде екінші рет жасайтын боласыздар. Құрметті көрермендерім, сіздермен болған салтанат. Рецепт ұнаса лайк, коммент қалдырып, каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жандағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Каналымнан қандай рецепттерді күтесіздер, соны комментарийға жазып кетсеңіздер, мен сол рецепттерді түсіретін боламын. Амандықта жүздескенше қош сау болыңыздар.